Марсқа қалай жетуге болады? Егер Марсқа ғарыш кемесін жібергіңіз келсе, алдымен жердің тарту күшін еңсеретін жылдам зымыран қажет. Ғарыш аппараты ауыр болған сайын қуаттырақ зымыран керек. Содан соң ұшырудың дұрыс мезгілге жоспарланғанына көз жеткізіңіз. Марс пен Жер күнді әртүрлі жылдамдықпен және әртүрлі қашықтықта айналады. Олар кейде бір-бірінен өте қашық, ал кейде біршама жақындасады. Екі планета әр 2 жылда Марсқа барынша азотын жұмсап жетуге қолайлы жағдайда орналасады. Бұл маңызды, жол 400 миллион километрді құрайды. Ақыры дәл көздеңіз. Зымыранды Марстың ұшыру кезіндегі орнына жіберуге болмайды. Траекторияны мұқият есептеген жөн. Бұл допты алға тастағанға ұқсас. Сондай-ақ жол бойы кейбір түзетулер енгізу қажет болуы мүмкін. Егер бәрі жақсы болса, қызыл планетаға 7-8 айдан соң жетесіз. Ал Марсқа қонғыңыз келсе, ол өз алдына бөлек мәселе.